Екі қыз. Ертеде бір қыз өмір сүріпті. Бірде анасы оны орманға саңырауқұлақ теруге жұмсайды. Қыз себетін алып жолға шығады. Бір кезде қыз сүрініп кетіп, саңырауқұлақ салған себеті бір іннің аузына қарай домалап түседі. Қыз: «Інде кім бар? Менің себетімді алып берші», деп дауыстап көмек сұрайды. Сол кезде қалың шөптің арасынан қартайып, жарақаттан басы іріңдеген жаралы жолбарыс шығып: «Мен саған көмектесемін, бірақ менің бір шартым бар. Жарақатымды тазалап бересің», дейді. Жолбарыс себетті алып, қыздың қасына келеді. Қыз уәдесінде тұрып, жарақатын тазартуға кіріседі. «Сірә менің терім бұзылып, иісі шығып кеткен болар. Жиіркенішті ме?» деп сұрайды жолбарыс. Жарақаттан адам төзгісіз жаман иіс шығып, терісінің бұзыла бастағаны рас еді. Бірақ қыз: «Жоқ, иісі жоқ, жиіркенішті емес. Қазір-ақ тазалап беремін, ештеме етпейді», дейді. Жолбарыс осы сұрағын бірнеше рет қайталаса да, қыз алғашқы жауабынан танбайды. Жарақатты мұқият тазалаған сайын жолбарыстың түрі өзгеріп, қарттықтан да арыла бастайды. Қыз жұмысын бітіргенде әлгі орынға түк болмағандай жарақаты жазылып кетіпті. Кетуге ыңғайланғанда жолбарыс: «Сен себетіңді маған бер, мен саған жақсы саңырауқұлақ салып берейін», дейді. Қыз себетін береді. Жолбарыс ініне кіріп, беті мұқият жабылған себетті қызға қайтарады. «Жарақатымды жазып бердің, мен саған ризамын. Енді үйіңе қайт, есіңде болсын. Мына себетті үйіңе барғанша ашушы және артыңа қараушы болма. Себетті тек анаң ғана ашсын, өйткені сенің тәрбиелі болуың анаңның арқасы», дейді. Қыз жолбарыстың айтқанын орындайды. Анасына себетті беріп, болған оқиғаны айтады. Анасы себетті ашса, іші толған алтын мен күміс екен. Арада бірер күн өткеннен кейін көршісінің құлағына осы оқиға жетеді. Оның да қызы бар еді. Көршісі қызды орманға жібереді. Қызы көршісінің қызының істегенін екі етпей қайталайды. Бірақ жолбарыстың сұрағына: «Сенің терің бұзыла бастаған, сасық иісі мұрнымды жарып, аңқып тұр», деп жауап береді. Жолбарыстың жиіркенішті ме деп сұрағанына: «Иә, тіпті жиіркенішті, әрең шыдап тұрмын», деп мұрнын жиыра жиіркеніш танытады. Саусағының ұшымен ғана ұстап, жарақатын шала-шұрпы тазалайды да: «Менің себетімді бер. Ана қызға не берсең, маған да соны бер», деп кетуге асығады. Жолбарыс ініне кіріп, беті мұқият жабылған себетті қызға қайтарады. «Беріп тұрып, жарақатымды қарап бердің. Енді үйіңе қайт. Есіңде болсын, мына себетті үйіңе барғанша ашушы және артыңа қараушы болма. Себетті тек анаң ғана ашсын, өйткені сенің тәрбиелі болуың анаңның арқасы», дейді. Алғашқы қызға айтқан «мен саған ризамын» дегенін айтпайды. Қыз асығыс болса да жолбарыстың айтқанын орындайды. Анасына себетті беріп, болған оқиғаны айтады. Анасы есігін мықтап жауып, себетті ашса, іші толған улы жыландар екен. Себеттен шығып, айбаттанып, анасы мен қызына ұмтылады. Бір-біріне қарамай далаға тура қашыпты. Анасына қарап, қызын ал, аяғына қарап, асын іш деген осындайдан қалса керек.